Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы тармақтарының бірі революциялық емес, эволюциялық даму мәселесіне арналған. Өйткені соңғысы әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, тұрақтылықтың әлсіреуіне, күйзелістер мен апаттарға алып келеді. 100 жылдан астам уақыт бұрын 1917 жылдың қазан айында болған Еуразияның үлкен бөлігінде түбегейлі өзгерістер болды. Бүкіл 20 ғасыр революциялық сілкіністер белгісімен өтті. Әр халық тарихтан өз сабақтарын алады. Бұл оның құқығы, және болмайды мәселесі оңай басқа. Өз көзқарасы бар. Сонымен қатар бізге тарихтың өзіндік субъективті пайымын күштеп таңуға ешкімнің де құқығы жоқ. Ал 20 ғасыр сабақтары біздің халқымыз үшін қайғылы. Біріншіден, ұлттық дамудың табиғи жолы бұзылып, әлеуметтік құрылымның бөтен формалары енгізілді. Екіншіден, ұлтымызға ауыр демографиялық соққы жасалды. Ғасыр бойы әсер еткен соққы. Үшіншіден, қазақ тілі мен мәдениеті жоғалып кетті. Төртіншіден, Қазақстанның аумағы көптеген өңірлерде экологиялық апат аумағына айналды. Әрине, тарихта тек қара және ақ түстер жоқ. 20 ғасыр Қазақстанға көптеген жағымды жаңалықтар әкелді. Бұл индустрияландыру, әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылым құру, жаңа интеллигенцияны қалыптастыру, белгілі бір жаңғыру болды. Бірақ бұл ұлттың емес, аумақтың жаңғыру еді. Біз тарих сабақтарын нақты түсінуіміз керек. Революциялар дәуірі өткен жоқ. Олар пішіні мен мазмұны жағынан айтарлықтай өзгерді. Бірақ біздің бүкіл тарихымыз тікелей және бір жақты айтады. Тек эволюциялық даму ұлттың өркендеуіне мүмкіндік береді. Әйтпесе, біз тағы да тарихи тұзаққа түсеміз. Эволюциялық даму идеология қағидаты ретінде әрбір қазақстандық үшін жеке деңгейдегі бағдарлардың бірі болуға тиіс. Әрине, қоғамның эволюциялық дамуы принцип ретінде мәңгі сақтауды білдірмейді. Бірақ тарих сабақтарын ғана емес, сонымен бірге қазіргі заманның мысалдары мен болашақтың сигналдарын да түсіну керек. Революцияның сипаты өзгерді. Олар ұлттық, діни, мәдени немесе сепаратистік түсінікке ие болды. Бірақ көп жағдайда бәрі зорлық-зомбылық пен экономикалық құлдыраумен аяқталады. Сондықтан әлемде не болып жатқанын байыпты қайта қарастыру бұл жалпы қоғам, саяси партиялар мен қозғалыстар және білім беру жүйесін жүргізетін үлкен дүниетанымдық, идеологиялық жұмыстың бөлігі. Эволюциялық даму идеология қағидаты ретінде әрбір қазақстандық үшін жеке деңгейдегі бағдарлардың бірі болуға тиіс.